أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ескілерден қалған, даналардан қалған бір хикмет болған бір сөздерде мынандай деп айтады. Инна шахвата тусайрул мулука абидан ва сабру тусайрул абида мулукан. Ала тара иля қиссата Юсуфа ва Зулайха. Нәпсі құмарлық патшаларды құл етеді, ал сабырлық құлдарды патша етеді. Жүсіп пен Зулайханың қиссасы бұған айқын мысал емес пе дейді. Жалпы, нәпсісіне еріп кеткен патша, ол бәрібір де құл болады. Өйткені ол кім? Ол нәпсісінің құлы, нәпсісін игере алмай қалған адам. Ал енді сондай нәпсісіне ие болып, нәпсісін ұстап, нәпсісін тежеп отырған адам болса, әр қашанда сабырлық қылып, әрбір нәрсеге сабырлықпен, шүкіршілікпен қараған адам, ол адам құл болса да патшадай өмір сүреді дейді. Өйткені неге? Өйткені ол нәпсісін жеңіп отыр. Ал нәпсі құмар болып кеткен адам, өзінің нәпсісін тежей алмаған адам, ол кез келген жерде қателіктерге түсіп жатады. Ал әр қашанда қиындығы болсын, жақсылығы, қуаныш жағдайы болсын, барлығына сабырлықпен, шүкіршілікпен қараған құл, ол өзінің өмірін патшадай қылып өмір сүреді. Алла Тағала шариғатымызға да бізге меңзеп қойған, растап қойған нәрсесі де осы нәрсе. Өйткені Құранда да айтады: Инналлаха маъас сабирин. Алла Тағала сабыр етушілермен бірге. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен Абу Бәкір радиаллаху анху хижрет жасаған кезінде, мүшриктерден қашып кетіп баратқан кезінде, Мединеге жол тартып хижрет жасаған кезінде үңгірге барып жасырынған еді. Оның барлықтарымыз білеміз. Сол үңгірге барып жасырылған кезінде тарих кітаптарда келтіреді, егер де сол мүшриктер төмен қарайтын болса, Абу Бәкір мен пайғамбарымыздың аяғын көріп қоятын еді дейді. Сол кезде Абу Бәкір айтады: "Я Расулулла, әлгілер бізді көріп қояды, әлгілер бізді көріп қояды" деп қорыққан кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи не деді? Құран кәрімде «Ла тахзан инналлаха маана» деді. Ей Абу Бәкір, уайымдама, өйткені Алла Тағала бізбен бірге деді. Алла Тағала бізбен бірге деді. Сен ешқашан уайымдама деді. Әлгілер қуып келатқандар шынында да бүйтіп қараса көріп қоятын, бірақ Алла Тағала оларға мүмкіндік бермеді қарауларына. Олар тек қарады да, бұл жерде олар жоқ деп кері бұрылып кетіп қалған еді. Міне сондықтан да әрбір адам кім болма, сен әрбір жерде сабырлы болатын болсаң, әрбір жерде Алланы еске алып, сенің қолдаушыңда, сені қорғаушыңда Алла екендігін білсең, сен кім болма, сен патшадай өмір сүресің. Ал енді өзің бір елді басқарған, немесе бір жерді басқарған, бір үлкен лауазымды, мансапты адам болсаң да, бірақ та нәпсіңе ерік беріп қоятын, нәпсі құмарлығың болса, онда сенің абыройың ешбір жерде жоқ. Сенің өзіңнің қатарындағы, өзің секілділердің қасында ғана абыройлы болғаның болмаса, бұлай ешбірде сенде абырой қалмайды екен. Өйткені неге? Өйткені Алла Тағаланың сызып қойған, белгілеп қойған, бекітіп қойған жолынан шығып кеткендігіміз үшін екен. Тағы да бір риуаяттерде келтіреді: Туба лиман кана ақлуху амиран وهواه أسيرا وويل لمن كان هواه أميرا وعقله أسيرا деген. Және сол секілді бір риуаяттарда мынандай бір сөзді айтқан екен: ақылы көшбасшысы болып, нәпсісі тұтқыны болғанға Алланың нұры жаусын. Яғни ол ақылымен әр қашанда шешім шығарады, ақылымен шығарады. Оның ақылыменен ол Алланың дінін, Алланың сызып қойған шариғатын, жолын дұрыс пайдалана алады, сызықпен жүріп. Яғни не дейді? Әрбір қадамын ойланып басқан адам
сол адамға өзінің нәпсісі не болып қалады екен? Жаңағы әсир дейді ғой, тұтқынға түсіп қалғандай болады дейді. Тұтқында алушы болады. Өйткені ол адам нәпсісін ұстап тұр да. Ал енді кімде кім дейді? Керісінше болса дейді, нәпсісі оны басқарса дейді, әлгі адамды нәпсісі басқарса, онда оның ақылы сол нәпсісінің несі болып қалады? Тұтқыны болып қалады деді. Әріп қайсымыз ойлануымыз керек біз. Менің ақылым нәпсіні тұтқындады ма? Әлде нәпсім менің ақылымды тұтқындады ма? Бұған жай ғана мысал келтіре аламыз өзіміздің өмірімізден. Егер де сіз намазға тұру керек болған кезінде, таң намазында, тұра алмай, ұйқыңызды қия алмай, будильникті өшіріп тастап, дәретке баруға қиналып жатсаңыз, әрине сіздің ақылыңызды, иманыңызды кім? Нәпсіңіз тұтқындап алған. Өйткені нәпсіңіздің құлысыз. Ал егер де сіздің таң намаз келгенде намазға еркін тұрып атсаңыз, уайымыңыз намаз болып тұр. Уайымыңыз кім болып тұр? Ақырет болып тұр да, барар орныңыз, сіздің уайымыңыз сол болып тұрса, сіз атып тұрасыз намазға. Мен намазым деп, менің құлшылығым, Аллахым, осы намазым қалай болды екен? Аллахым, мен кішкене кешіріп қалдым, өзің кешірші деген уайыммен болсаң, онда сенің ақылың әлгі нәпсіңді тұтқындап алған. Нәпсіңе ол жол жоқ. Нәпсің сенің құлың, ол саған ғана бойсынады енді. Ал сен өзіңнің бұл дүниедегі жылтырақтар үшін, бұл дүниедегі бір саған теңелген бір мақтау, жақсы сөздер үшін ғана өмір сүрсең, сол деп қалсаң, яғни сол нәрсеңе ғана байланып, нәпсіңе ұнап жатыр, соған нәпсіңе семіріп жатыр, сол нәрсемен ғана жүретін болсаң, онда ақылың сенің нәпсіңнің несі болғаны? Құлы болған екен. Әрқашанда біз Алла Тағала берген ақылды нәпсіден жоғары қоюымыз керек. Құранда бір емес бірнеше жерде «Я улил әлбәб» деп келеді. Бір емес бірнеше жерде «Ей ақыл иелері, ей ақыл иелері, ей ақыл иелері». Сондықтан да біз ақылы бар момын, мұсылман болған халде нәпсімізге құл емес, бәлкім нәпсіміз ақылымыздың құлы болуы керек екен. Алла Тағала өзінің пайғамбарларының біріне былай деп уахи еткен. Аухаллаху иля бa'дил анбияи атини фима амартука ва ла ta'sini фима насахтука. Бұйырған нәрселеріме бойсын, айтқан кеңестеріме қарсы шықпағын деген екен. Алла Тағала оны Құранда бізге де айтып кеткен. Атиуллаха деген, бойсыныңдар деген. Құранда да айтады. Вама атакуму расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху. Пайғамбарлар саған сендерге нені алып келді, алыңдар, неден қайтарды, қайтыңдар деді. Ва атасиму бихаблиллахи. Алланың жолынан, жібінен ұстаныңдар. Алланың шариғатынан бекем ұстанып алыңдар. Ва ла тафаррақу жамиа. Сендер одан істемеңдер, ешқашан ажырамаңдар, бөлінбеңдер деді. Қанша жерде Алла Тағала бізге осы нәрсені баяндап келеді. Бұйырған нәрселеріме бойсын. Ал біз не нәрсені айтсақ сендерге, кеңес айтсақ, ол нәрсеге қарсы шықпаңдар деді. Тағы да бір даналық өйлердің айтқан сөзінде даналар айтқан екен. Қила мән тарака дүнуба ва раққа қалбуху ва мән тарака харама ва акал халал ва саффаты фикратуху. Күнәлардан тыйылғанның жүрегі жұмсарар. Өзін күнәдан сақтаса, ол адамның жүрегі жұмсақ болады, мейірімге тола болады, шыншыл болады, әділ болады. Ал харам болған нәрсені жеуді тоқтатып, тек адалмен ғана азықтанғанның ой пікірі таза болады дейді. Бір күні бір риуаятта келтіреді, шәкірттері болады екен, бір үлкен ғалымның. Шәкірттері күнделікті ұстазының дәретінің суын дайындап қояды екен. Күнде солай екен. Күндердің күнде ұстазы
дәрет алуға түсіп, құманға жақындай берген кезде шәкірттеріне мынандай бір сөз айтқан екен. Харам нәрсе жемеңдер депті да. Харам нәрсе жемеңдер деген. Шәкірттер ойлап қапты. Бұл не айтты ұстаз? Шынында да бір ауыр сөз. Денелері түршігіп кетіп. Енді сұрайын десе, жүректері батыл алмай жатыр ұстазына. Не бұл ұстаз, бұл жерде нені мақсат қылдыңыз, нені меңзеді деп сұрайын десе, жүрек батпай тұр. Күндердің күнде бір мүмкіншілік келіп, ұстаз, осы сіз өткенгі күндің бірінде харам нәрсе жемеңдер деп айттыңыз. Ұстаз, оны қайдан көрдіңіз? Қайдан білдіңіз? Ұстаз не дейді? Адам не жесе де, жеген нәрсесі ол адамның жүрегіне әсер етеді. Жүрегіңе қара дақтың түсуі ол сенің неңе, бетіңе, бетіңдегі жүзіңнен шығып тұратын нұрыңа әсер етеді деген екен. Біздің жүзімізден нұрымыздың кетіп қалуы күмәнді болған, харам болған нәрселерден тыйыла алмауымызда екен. Сондықтан да біз не жеп жатырмыз, не ішіп жатырмыз, оған мән беруіміз керек. Дұғаның қабыл болуы, құлшылық ғибадаттарымыздың дұрыс болуы, жаңағы жоғарыда айтып кеткен әсарларға байланысты біз жаңағы өзіміздің нәпсіміздің құлы болып қалмауымыз, бұның барлығы біздің ішіп жегенімізге байланысты екен. Егер харамнан тыйыла алмайтын болсақ, онда әрине біз нәпсіміздің құлы боламыз. Харамнан, күнәдан тыйыла алмасаң, әрине сенің жүрегіңе дақ түседі. Харамнан, күнәдан тыйыла алмайды екенсің, онда жүрекке дақ түскен деген сөз, жүрегіңнің иманы әлсіреді, жүзіңнің нұры қашты, құлшылық ғибадатыңа нәпсің не берді? Өзінің орнын басып алды. Міне, сондықтан да құрметті жамағат, құрметті шәкірттер, ағалар, әрқашанда біз нәпсіңе ерік беріп қойма. Нәпсіңді сен ат қылып мінгін деген. Нәпсің саған ат қылып мініп алмасын деген. Нәпсің сенің айтқаныңды істесін, сен нәпсіңнің айтқанын істемегін деген. Ал ақылыңмен бірге сен кеңескін деген. Сенде ақыл бар. Ақылмен ақты қара. Өйткені Алла Тағала ақылды не үшін берді? Алла Тағала ақылды ақ пен қараны көріп біліп ажырату үшін берді. Мынау жақсы, мынау жаман, мынау маған зиян. Өйткені айтады ғой, әрбір сөзіңнің өзін сүзекіден өткізгін деген. Яғни ақыл сүзекісінен өткізуіміз керек. Кімге айтып жатсың, не үшін айтып жатсың, қаншалықты пайдасы бар, қаншалықты зияны бар, айтқаныңның сол адамға сөзің өте ме, өтпей ме, бұның бәріне біз не істеуіміз керек? Ақыл деген сүзекіден өткізуіміз керек. Сол кезде біз көп жетістіктерге жетеді екен біз. Тағы да біреулер айтады екен, даналар айтады екен, қила икмалул ақли иттибау ридуануллахи та'ала ва ижтинаби сахатихи қил ла ғурбата лил фадили ва ла ватани лил джахили. Үлкен ұстаздарымыздың, шейхтарымыздың айтқан сөзінде, адам ақылы Алланың разылығын іздеп, қаһарынан аулақтауымен толсады. Адамның ақылы Алла Тағаланың разылығын іздейді екен. Ақылы бар адам, жүрегінде иманы бар адам. Яғни айтып отырмыз ғой, барлық нәрсе бір-біріне байланып тұр да. Ақылың бар болса, сен халал мен харамды ажыратып, содан тыйылуың және соған әуес болуыңа байланысты. Сен халал мен харамнан тыйыла білсең, жүрегіңе дақ түспеуі, жүрегіңмен не істейсің? Нұрлануы. Жүрегің нұрланса, онда сенің жүзіңнен нұр шығып тұрады, тіліңнен бал тамып тұрады. Сонда айтып жатыр, ақылың бар адам, ақылы бар адам, ол адам әрқашанда Алланың разылығын іздеумен әрекет болады дейді. Сонымен машақаттанады дейді. Қай жерде Алла Тағала разы болады екен, қандай іс жасасам екен, қандай амал жасасам екен деп, сонымен машақаттанып, сонымен ізденіске сонымен түседі дейді. Ал ақылы, адамның ақылы толықсыған сайын не істейді? Алла Тағаланың қаһарынан, Алла Тағаланың ашуынан не істейді екен? Алшақтайды дейді. Сондықтан да Алла Тағала берген ақылды біз өзінің орнымен, жөнімен дұрыс пайдалана білсек, Алла Тағала сізден бізден разы болады екен. Әрқашанда бізге пайғамбарымыздың насихаты, Алла Тағаланың Құран кәрімде баяндап кеткен Құран жолы, сүннет жолымен жүруіміз керек. Сол Құран жолы, сүннет жолында
адамзаттың харам нәрседен тыйылуы жайында бірнеше аят хадистер келтірген. Харамға жақындамау, ішуіңде, жеуіңде, көруіңде, сөйлеуіңде, тіпті бұл дүниелік амалыңда, іс қимылыңда харам істерге не істемеу керек екен? Жақындамау керек екен. Тіпті күмәнді болған істерге не істемеу керек? Жақындамау керек екен. Сол кезде біздің жүрегіміз толықсып, сол кезде біздің амалымыз Алланың алдында саналады және еселенеді екен. Әрқашанда Алла Тағала жүрегімізге шынайылықты нәсіп етсін, тақуалықты нәсіп етсін. Әрқашанда ақылымызбен жақсылықты, жамандықты ажырата білетін фаррухтар секілді, Омар секілді сондай ақылымыз болсын. Жүрегімізге иман нәсіп етсін. Пайғамбарлардың, әнбиялардың, Абу Бакр Сыддықтың иманы секілді иман нәсіп етсін. Әрқашан жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып, өзіміз де әрдайым жақсылыққа ынтық, жамандықтан қашық болуды нәсіп етсін. Ва ахир дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.